Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгін сіздермен презентацияны 3D кітапқа қалай айландырамыз, сол туралы айтып өтем. Ол үшін сіздер Google-дың браузеріне болмаса қалаған браузерге осылай жазуға болады. PDF Professional деп. Ағылшын тіліне қойып аласыздар және плиф менде бұрын жазылғандықтан мен осыны басамын және міне PDF Professional дегеннің біріншісін басасыздар. Осы жерде Dodland деп тұрады. Сіздер осыны басып скачать етсеңіздер болады. Менде скачать етілгендіктен мен сіздерге ол жерді көрсетпеймін. Оңай next деп кете бересіздер. Енді бұл рабочий столға міне осылай форматта түседі. Енді сіздерге бұл форматты PDF деп тұрған себебі біз өзіміздің презентациямызды алдымен дайындап аламыз және оны PDF форматқа айландырамыз. Ол үшін дайындаған презентацияларымызды аламыз. Мен өзім туылған күнге байланысты осындай презентациялар жасадым. Сендер өздеріңіз қалаған тақырыпта, мысалы, кітап жазасыздар ма, журнал жазасыздар ма, осылай жасасаңыздар болады. Ол үшін ең алдыменен бұны дизайн дегенге кіріп, ориентация слайдов деген жерден книжнаяға ауыстырып алуымыз керек. Және оны сақтаймыз. Сохранить как PDF деп сақтауымыз керек. Рабочий столға сақтайсыздар. Енді өздеріңіз қалаған жерге сақтаңыздар. Мен рабочий столға сақтағаным ыңғайлы. Және мына жерде қарасаңыздар, презентация бір PDF деп тұрады қазір. Мына жерге міне PDF дегенді тауып аласыз, мына. Осыны басасыздар және сохранить етесіздер. Міне біздің бұл презентациямыз сақталып жатыр. Енді оны көру үшін мен рабочий столға кіремін. Қарасаңыздар, іздеп көреміз енді. PDF презентация деп тұрады. PDF презентация міне жерге келіп түскен екен. Менің PDF форматым бәрі осындай формада болады. Сіздерде басқаша форма болуы да мүмкін. Енді мен PDF Professional'ды ашамын. Екі рет үстінен бассаңыз ашылады. Және мына жерде попробовать дейсіздер. Осы жерде сізге шаблон беріледі. Мен осы шаблонның ішінен пайдаланып сіздерге көрсетпекшімін. Міне қалаған осындай әдемі шаблондар беріледі. Қарап тұрсаңыздар. Әр қайсысын импортировать етуге болады. Ол үшін мынаны таңдайын, әдемі болып тұрғанды. Және осыны қалай көрсетілуін сіздерге қазір көрсетем. Осы жерде прямо сурет фотоларыңызды қойсаңыздар болады. Міне, әр бетті ашып қарасаңыздар, міне, қандай әдемі осындай кітап шығады сіздерге. Енді астына қарасаңыздар, бұда қанша бет екенін астына жазып көрсетеді. Мен осы тұрған жерде сіздерге импортировать етіп, осы жерге бағана сіздердің көзіңізше жасап алған презентация бірді осыған әкеліп қосайын деп тұрмын. Импортировать сейчас деп жазамыз. Басамыз. Сол кезде осындай загрузка жүріп өтеді. Енді құрметті әріптестер, бұл жерде көп деген видеоның сақтау несіне қарайды. Сондықтан өздеріңіз практикалық жұмыста көрсеңіздер түсініп өте оңай орындауға болады. Енді интернеттің жаңағы тездігіне қараймыз. Міне біздің жасаған өзіміздің презентациямыз осылай болып шықты. Енді бұның бетін ашып қараймыз. Міне, көрдіңіздер ме? Достарыңызға, болмаса туыстарыңызға осылай альбомный қылып, осындай кітапша сыйласаңыздар болады. Енді осы бірінші бетке жасау үшін көрсетейін сіздерге. Мына жерде редактировать деген, қадімгі Word'та редактировать еткен сияқты, бұны да редактировать етуге болады. Және асты бетіне сурет жазуға, қоюға болады, болмаса өзіңіздің басқа да тағы жазуға болады. Оны біз жоғарғы жағына қарасаңыздар, осы жерде сіздерге инструкция беріліп тұр. Қолдың суретін қоятын болсаңыз, сіздің кітапшаңыз осылай белгіленіп тұрады. Және бұны осы жерге выбрать деген жерге қайта апарып қоясыз.
Енді мен сіздерге барлық жұмыс мына моренің ішінде болатын болғасын сразу сіздерге осыны көрсетіп кетейін. Бұл жерде әртүрлі нелерді қоюға болады, суреттерді. Мысалы, мына суретті қояйын мен. Сурет, мына жерге мен бір сурет қойғым келіп тұр, ол үшін добавить изображение дейміз. Мына жерде қарап тұрсаңыздар, ютубтан сілтеме қоюға болады, музыкасын қоюға болады, слайд жасауға және текст жазуға болады. Міне әртүрлі зат болады, осыларды практикада өздеріңіз басып қолданып көресіздер. Мен қазір осы жерге сіздерге сурет қойып көрсетейін. Изображениені бастым. Енді маған айтады, мына жерде белгі көрініп тұр, сіздер қарап тұрсаңыздар, қай жерге қойғыңыз келеді. Мен мына жерге қойғым келеді деп осыны басып қалдым. Басып қалсам осылай слайд PowerPoint жасаған сияқты осындай шығады. Және оң жағыңызға қарасаңыз выбрать одно изображение дейді. Бұны басасыздар және локальный файл деген жерде өзіңіздің рабочий столдарыңызда қандай суретіңіз бар, сол жерден бір сурет әкеліп қоюға болады. Мысалы, мен мына суретімді алайын. Және осыны үлкейтуге болады. Мінекей қаншалықты масштабта өзіңіз үлкейткілеріңіз келеді, осы жерден үлкейтіп аласыздар. Не осылай фото қоюға болады. Енді екінші бетіне өтейін. Екінші бетінде мысалы міне асты бетіне қарасаңыздар, егер екі беттік болса, осы жерден басып істесеңіздер де болады. Сеткасын қойсаңыздар да болады, высотасын қойсаңыз, ширинасын қойсаңыз да болады. Мен высотаны қояйын, мына жерге әдемі өзіме ыңғайлы жұмыс жасау үшін. Және моренің ішіне кірейін. Осы моренің ішінен мен енді туылған күн болғасын, осы жерден бір музыка қойғым келіп тұр. Осыны таңдап алайын. Болмаса ауди жасасақ та болады. Оны қай жерге қойғыңыз келеді дейді. Мен шетіне қойғым келіп тұр. Және мына жерде аудиді таңдап алсаңыздар да болады дейді. Мінекей, болмаса выбрать звук. Мына жерден алсаңыз да болады. Мына жерде добавить етсем, онда рабочий столдың ішінен алуға болады. Енді менде рабочий столда әзір музыка жоқ болғандықтан загрузкидің ішінде тұр. Сол жерден туылған күн туралы мен бір өлең алайын мына жерден. Және окей дейміз. Міне біздің мына жерге түсті. Болмаса мына шетіне қойсаңыздар да болады. Қай жерге ыңғайлы өздеріңіз әдемілеп қойсаңыздар болады. Ал үшінші бетке кетейік. Үшінші бетте мысалы моренің ішінде мен осы жерге слайд-шоу дегенді жасағым келіп тұр. Енді қарасаңыздар, бізге мынандай түрдегі сіздерге қалай қойғыңыз келеді, соны көрсетіп тұр. Мынандай қылып қойғыңыз келе ме, мынаны қойғыңыз келе ме деп. Мысалы, мына жерде 6 беттік, мына жерде 5 беттік, мына жерде 2 беттік, мына жерде 3 беттік бар екен. Мен сіздерге жарайды 5 беттікті көрсетейін. Ол үшін мен 5 сурет таңдап алуым керек. Және оны мына жеріне қоя салайын. Міне, выбрать изображение деп тұр. Мына жерде тағы көрсетіп тұр. Қайсысын қалайсыз деп. Мен 5-еулікті қаладым. Енді сол жерден выбрать изображениеден таңдап аламыз. 5-еулікті. Міне. Осы жерде таңдалады. Добавить изображение, локальный диск файлдан аламыз. Міне. Енді бұл жерде рабочий столда мен суреттерім бар мына жерде. Енді осы жерде мен 5 сурет таңдауым керек. 5-еуін таңдадым ғой себебі. Енді қалаған бір 5 суретімді алайын. Біреу контролмен басып тұрайын. Екеу, әртүрлі суреттен ал, үшеу, төртеу, міне мынаумен 5-еу дейін. Және открыть. Қанша көп алсаңыз, міне сонша формат болғандықтан осылай айланады. Төзімділік керек. Міне, окей. Түсті. Мына жерге мен оны ыңғайлап төбе жағыма қойып қоям. Қазір оны сохранить еткен кезде көрініп тұрады. Әдемілеп қойып алайын.
міне осылай әртүрлі нені өзіңіз ойыңыздан қойсаңыздар болады. Мына жерде сілтемені қоюыңызға болады YouTube каналдан. Мен енді қазір сақтағанда уақытты алмасын деп қоймаймын, өздерің практикада көре жатарсыздар. Міне осылай біздің 9 бетімізде осындай суреттер бар. Әрқайсысына әр зат қоюға болады. Енді бұны қалай сақтаймыз? Міне сохранить и выйти дейміз. Міне сохранениеге кетіп жатыр. Сақтап жатыр. Мінекей, енді бұны біз опубликовать етеміз. Опубликовать. Енді мына жерде сіз қай форматта сақтағыңыз келеді, сол бойынша айтады, қай папкаге сақтағыңыз келеді дейді. Мен Набат 55 деген клиент сурет, өңкей сурет жинайтын папкам бар, соның ішіне сақтағым келеді. Және өзінің файлымен қалдырғым келеді, индекс деп. HTML деп тұр. Енді HTML дегеніміз мына сол жағына қарасаңыздар барлық нелерді көрсетіп тұр. HTML менен сақтаған өте тиімді болады, себебі интернетпен жұмыс жасағандықтан қалаған браузерде HTML мен ашуға болады. Сондықтан мен HTML мен сақтадым. Қалған жақтарына тиіспейміз. Және конвертировать етеміз. Енді мен жаңа музыка қойдым, одан сурет қойдым. Сондықтан бұл жерде көп, міне, көрдіңіз бе? Осындай жасыл болып түседі. Және мына жерде бізге айтады, бізді қарап көргіңіз келе ме, открыть папку деп. Болмаса қараңыз келмей. Біз жаңа көрдік, неге сақталды. Сондықтан мен оны қарамаймын, закрыть етем. Енді осы папканы қазір көреміз. Енді мен іздеймін, Набат 55. Міне, қараймын. Міне тұр. Ішін ашып көремін. Міне біздің жасаған суретіміз тұр. Осы жерде көрініп, енді беттерін ашып көреміз. Міне, беті тұрған кезде мен жаңа жерге музыка қойып едім, е? Енді сол музыканы қойып көрейік. Міне, мынау слайд-шоу, міне, әр беті, міне, көрдіңіздер ме? Әр сурет осылай шығып көрініп тұрады, бесеуі де. Бұлай көрсеңіздер де болады, мына жерден басып. Қандай әдемі, суреттің ішінен сурет. Міне, осылай біздің мына жерге жаңа айтқандай әр түрлі зат қойып болады. Қандай керемет.